Қала тұрғындарына жеткенге дейін суымыз бірнеше тазарту бақылау кезеңінен өткізіледі. Ең бастысы пайдаланатын ауыз су қауіпсіз және таза болуы маңызды. Тіршілік нәрінің сапасын тиісті мамандар қадағалайды. Қалаға жеткізілетін судың негізгі бөлігі, яғни 90%, қала маңындағы Ақпай Қарасу су қабылдағышында өндіріледі. Ай сайын Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің аккредиттелген зертхана мамандары су қабылдағыштан зерттеулер үшін бірнеше сынамалар алады. Бұл шаралар 20 ақпан 2023 жылғы нөмірі 26 санитарлық ережелер нормативтік құқықтық құжат негізінде іске асады. Біздің суымыз ең дәмді таза су. Оның құрамында адам ағзасына аса қажетті пайдалы микроэлементтер баршылық. Дегенмен, ұңғымадан көтергеннен кейін суды зарарсыздандыру станциясы арқылы өткізеді. Себебі құбыр арқылы тасымалданғанда зиянды микроорганизмдер қалмауы керек. Қалалық тарату желісіне енгеннен кейін де судың сапасын бақылау жұмыстары ары қарай жалғастырылады. Ол күнделікті жүргізіледі. Су сынамалары қоғамдық орындардан алынады. Мысалы, мектептер, балабақшалар, қоғамдық моншалар және басқа да жерлерден алынады. Шымкентте күн сайын су сынамасы алынатын 121 бақылау нүктесі бар. Судың құрамы органолептика бойынша да тексеріледі. Зиянды бактериялар мен микроорганизмдердің болуы зерттеледі. Су сапасын мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қызметі де тексеріп отырады өз кезегінде. Шымкенттің суы Қазақстандағы ең дәмді су деп бекер айтылмайды. Дегенмен, оның санитарлық қауіпсіздігін мұқият бақылау талабы күн тәртібінен түскен емес. Кәсіпорынның зертханасы бұл жұмысты асқан жауапкершілікпен істейді.